Гүлназым мен актері қайта қауышқан жұп па, әлде жай ғана достық па? Желіде соңғы күндері Гүлназым мен актерінің ара қатынасы қызу талқылануда. Көпшілік байқағандай, актері жиі Гүлназымның жанында жүр. Біреулер тіпті оң жағынан қарап жүр деп әзілдейді. Бүгін болса, елді бір қуантқан, бір таң қалдырған жағдай болды. Актері Гүлназымды үйінен арнайы алып кеткені белгілі болды. Гүлназымда бұл тақырыпта аса ашылып сөйлемесе де, кейбір сөздері елге ой салуда. Ол кетер емес дегендей, бәрі мүмкін екендігін меңзейді. Бұл сөздер көпшілікті, әсіресе олардың өткенін білетіндерді ерекше толқытты. Өйткені актері мен Гүлназым бір кездері жұп болғаны белгілі. Енді міне екеуі қайтадан бірге көрініп жүр. Қолдаушылардың пікірі. Желі қолданушыларының басым бөлігі бұл жаңалықты жылы қабылдап, пікірлерін жарыса жазуда. Олар Гүлназымды тәрбиелі, ұяң, инабатты қыз деп бағалап, актерге оны қадірлеу керектігін ескертеді. Тезірек сөз байласыңдар, той күтеміз, жақсы жұп боласыңдар деген тілектер толассыз түсуде. Кейбірі актерінің енді бұрынғы қателіктерін қайталамай, тұрақтап, отбасы құруға дайын екендігіне сенеді. Сыншылардың ойы. Дегенмен сын пікірлерде аз емес. Кейбірі актерінің бұрынғы жеңілтек мінезін, қыздармен ойын ойнағанын, тіпті опасыздық жасағанын еске алады. Бір күні Гүлназымды тастап кетеді деп қауіптенетіндер де бар. Мұндайлар актерге қатқыл ескерту жасап, оның жауапкершілігін арттыру керектігін айтады. Қорытынды. Актері мен Гүлназымның қазіргі байланысы нақты жұп деп айтуға әлі ерте болуы мүмкін, бірақ көрген жанға олардың арасы жылы әрі ерекше көрінеді. Бұрынғы тарихы бар екеудің қайта қауышуы көпшіліктің назарын аудармай қоймайды. Бірі бұл нағыз махаббаттың екінші мүмкіндігі деп үміттенсе, бірі сақтықпен қарап отыр. Ендігісін уақыт қана көрсетеді, ал әзірге желіде басты тақырып актері мен Гүлназым. Кеше кешкісін куә болғандар актері мен Гүлназымның бірге жүргенін тағы да байқапты. Әсіресе актердің Гүлназымды үйінен арнайы көлікпен алып кетуі көпшілікті біраз ойға алдырды. Бұрынғы сезім қайта оянған секілді деп жазғандар да бар. Актері өзі әзілқой жігіт болғанымен, оның Гүлназымға қараған көзқарасы жай ғана достық емес екенін аңғарғандар көбейіп келеді. Әр әзілінде шындықтың үлесі бар дегендей, бұл жолы шындық әзіліне сыймай тұрғандай. Гүлназымда жай жүрмеген сияқты. Оқырмандарының не болып жатыр деген сұрақтарына ол ашық жауап бермесе де, бәрі мүмкін деп қана қысқа қайырып жүр. Бұл сөз бір жағынан жұмбақ, бір жағынан үміт сыйлағандай. Қазір әлеуметтік желіде қос тарап анық байқалады. Қолдаушылар тез арада той болсын деп екеуіне бата беріп, болашағын жарқын көреді. Сыншылар актерінің бұрынғы әрекеттерін ұмытпай, жауапкершілікті сезінсін, Гүлназымды ренжітпесін деп қатаң ескерту жасайды. Кейбір жанкүйерлер тіпті екеуінің алғашқы кездесуін, бұрынғы бірге түскен суреттерін тауып, міне тағдыр екеуін қайта қосты деп бөлісуде. Басқалары бұл жай ғана достық, бәрін асықпай көрейік деген ұстанымда. Қысқасы, актері мен Гүлназым қазір жұрт назарындағы ең қызу талқыланатын жұпқа айналды. Ал бұл оқиғаның қалай өрбитіні алдағы күннің еншісінде. Бір анығы, көпшілік олардың әр қадамын жіті бақылап отыр. Лавстари түсірді. Актері мен Гүлназымға қатысты жаңа дерек желіні дүр сілкіндірді. Бүгін әлеуметтік желіде нағыз бомба жаңалық тарады. Актері мен Гүлназым әдемі локацияда лавстари түсірген. Жанкүйерлердің айтуынша, бұл той алдындағы ең басты қадамдардың бірі. Түсірілім өте әсем, романтикалық жерде өткен. Гүлназым ақ түсті нәзік көйлекпен, нағыз болашақ келіндей жарқырап тұрды. Ақ көйлек оның инабатты келбетін одан әрі айшықтап, көріністі нағыз ертегіге айналдырды. Актері болса, оған көзін алмай қарап, қолынан ұстап, бірге би биледі. Бұл сәттер шынайы сезімді айқын көрсетіп тұрды. Кешкісін екеуі бірге қыдыруға шыққан. Видео мен фотоларда олардың күліп, әңгімелесіп жүргені анық көрінеді. Үндемей, бәрін тез жасайын деп отыр деген сыбыста тарап жатыр. Кейбіреулер мұны тікелей тойға дайындықтың белгісі деп қабылдауда. Енді басты сұрақ, ата-аналармен таныстық қашан болады? Себебі көпшілікке белгілі, егер лавстари түсірілсе, әрі ашық қыдырып жүрсе, демек ресми қадам алыс емес. Желі қолданушылары да екіге бөлінді. Қолдаушылар, Гүлназым ақ көйлекте керемет, той күтеміз деп бата беріп жатыр. Сақтықты жақтаушылар, бастысы, шынайы махаббат, бәрін асықпай жасаған жөн деп кеңес айтады.
Бір анығы бүгінгі Лавстари мен кешкі серуен актері мен Гүлназым арасындағы жаңа кезеңнің басталғанын көрсеткендей. Ал бұл кезең ресми тойға ұласар ма, жоқ па, оны уақыт қана айтады. Куәгерлердің айтуынша, түсірілім кезінде актері мен Гүлназым тек камера үшін емес, бір-біріне шын көңілмен қарағандай көрінген. Бір сәтте актері Гүлназымның бетіне нәзік сипап, екеуі күліп жіберген. Бұл кадрды көрген жанкүйерлер, бұл жай ғана проект емес, бұл сезім деп жазуда. Тағы бір дерекке сүйенсек, түсірілім тобы өте аз адамнан тұрған. Барлығы құпия сақталып, локация алдын ала жабылған. Әр деталь, гүл шоқтары, шамдар, тіпті музыкада біреудің ерекше күніне дайындалғандай әсер қалдырған. Кешкі қыдыруда жай ғана серуен емес екен. Актері Гүлназымды арнайы бір қымбат мейрамханаға апарғаны жайлы да әңгіме бар. Ол жерде екеуін көргендер өте жылы, бақытты көрінді деп сипаттап отыр. Ең қызығы, желіде келесі аптада ата-аналармен таныстық болады деген қауесет тарай бастады. Бірақ әзірге бұл жай ғана сыбыс. Гүлназым да, актері де ресми түрде ештеңе растаған жоқ. Көпшілік енді олардың әр қадамын аңдып отыр. Қай күні қалыңдықтың суреті шығады? Тойдың датасы қашан? Бұл шын махаббат па, әлде тек шоу ма? Интрига күшейіп келеді. Ал актері мен Гүлназым әзірге үнсіз, бірақ екеуінің көзқарасы бәрінен де көп нәрсе айтып тұрғандай.